Қарабойдағы демалыс орындары. Неше катамара бар, да? Мына жерде толып жатыр. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, алтay, короче. Дальше пошли. Носа судың до конца катамара, да, кажется, надо. Вот у тебя как прям классный телефон. А, это ничего. Айфон вообще лучше снимает, чем Oppo. Это от телефона тоже зависит. Как вы у дочки или вы отдельно сняли? Мажелердің бәрін қоршап плотнет қылған. Вот после на Победу на час сидели, погуляли, там сидели еще. И мынандайлар бар, что-то побольше, чем этих. Барабой, бурабай, қазақ тілінде. Колесо обозрения бар арғы жақта. Жүріп жатыр ма өзі, тоқтап тұр ма? Жүріп жатыр, а, Сауле? Колесо обозрения жүріп жатыр, Да. Так медленно идет. Жүріп жатыр ма? А, да, идет. Қанша уақыт айналады екен, а? Аха, жүріп жатыр екен. Бар Астананы бар осында келіп алған демалуға. Даже люди купаются вечером. Салқын болса да, негізі күн салқындашы, Сауле? Күн салқын болған кезде су жылы бола ма солай? Да, су жылы. Адамдар суға түсіп жатыр. Мосттың үстінде отырмыз. Судың ортасында. Бұрын осындай мост болмаған, мен былтыр келгенімде. Жылда келген сайын бір жаңалық. О жақта кештетіп жүр біреулер. Машалла, керемет. Мына жерде тағы да катамарасы толып тұр. Шамасы түрлі-түрлісі. Күшті бизнес. Мына жерде демалатын орындар. Суға түсе алмадық, салқын болды, ауа райы. Ертең күн жылы болса түсеміз. Күнде жауын жауады екен, иә? Енді суды қараңыздар. Судың іші тып-тынық. Енді көп балдырлар болмақшы деп тұрмын, қазір көп балдырлар бар. Судың іші тып-тынық, кешке ше әдемі көрініп тұр. Былай қарай кете берсе, ар жағында жұмбақтас бар. Бұл жерден көрінбейді екен. Жұмбақтас, ертең жұмбақтасқа шығамыз, қаласа. Осындай демалыс орындары.
жан жағын бәрі қоршалып қойған. Енді демалатын орындардың көбісі ақылы етіп қойған. Ары қарай жүре берсеңіз, қазір үлкейтіп көрсетейін. Міне осы бір жерлерде тегін дәрежелері бар. Мынау қоршалған платныйдың жанында тегін көбісі сол жаққа өтіп кетеді. Тегін судың жағасында шомылуға. Оның аналармен айырмашылығы, оларда жаңағы жататын ағаш орындар, киінетін, киім ауыстыратын жерлер бар. Сол ал былайынша су сол Бурабайдың бір суы. Міне кешкі сияқты жанып жатыр. İşte нағыз демалатын жер, Алланың құдіреті. Суға қараған ұнайды маған. Күндіз жаңбыр болып, толқын болған. Қазір толқын басылды. Жаңбыр басылды кешке қарай. Аспан да ашылды. Күндіз болып жаңбыр жауып, шомылып жүргендердің бәрі судан шығып, судың жағасына шығып, қаша бастаған. Бір уақытта жаңбыр қойып қалды да, қайтадан суға қарай барды бәрі. Солай бір күнде 2 рет, 3 рет су жаңбыр жауып, қайтадан тоқтап қалады, жаумай. Күн шығып ысып кетеді де, бірден күн суып кетеді. Осыны Бурабайға келетін адамдар бәріне дайын болу керек қой. Қалың киім, жұқа киім алып жүру керек. Қалың болғанда өте қалың емес, орташа жеңі бір спортивка болса болатын оған. Мысалы жұқарақ. Бұл су жағы ар жағында таулары бар әлі. Су, әрі тал және мынандай ормандар бар. Ағаштар өте әдемі. Бұл жерде бет таулар бар. Ордың ар жағында тағы да тау бар. Талдардың арасынан көрінбей тұр. Осындай демалатын орын бар. Ой, тағы да демалатын орын соғылып жатыр ма? Әр келген сайын көбейіп жатыр. Ондай көп болмайтын, осыдан бірнеше жыл бұрын. Бірнеше жыл деп қоямын ғой. 1 жыл бұрын да ондай болмаған. Тағы да қосылып көбейіп міне ғой, арқына таудың ар жағында, талдардың ар жағында. Жұмбақтас. Жұмбақтас. Жұмбақтас бар. Ақылы төлеп кіргендер, платныйына кіргендер мынандай жерде жатады. Құм жағасы. Су негізі күн салқын болса да жылы. Қазіргі кезде де суға түсіп шомыла беруге болады, бірақ шыққаннан кейін тоңып қаласыз. Қазір ауа райы кәдімгідей салқын болып тұр. Енді жеңі бар көйлек киіп отырмыз. Суға рахаттанып шомылатындай емес. Сонда да ақыры келген соң шомылып келейік деп суға түсетіндер болады. Керемет судың ағысы. Жарықтар жарылып жатыр. Осындай керемет орын.
вещами. Решили пройтись и вспомнила. Жылда 2 рет, 3 рет келетіндер бар. Я 2 рет, 3 рет емес, 1 айда 3 рет кеп демалатындар болады екен. Сосын бір орын 15 мың теңге. Қазір біз бір гостиницадан, қонақ үйден орын алдық. 15 мың теңге, 15 мың теңге дейді. 1 сутка дейді. 1 сутка деген 24 сағат қой. Бұл жақта 1 сутканы 24 деп санамайды екен. Мысалға бүгін біз түсте кірсек, ертең 12-де. 12 сағатты 1 сутка деп санап жатыр. Солай. Оны біліп жатқан адамдар айтып қалды. Онда біз 1 суткаге деп жалдап алып ойлағанбыз. Бүгін 4-те кірсек, ертесіне 4-те шығамыз деп. Жоқ, айтты 4-те емес, сағат 6-та кірдік біз. 6-та кірсек, кейін ертесіне сағат күндізгі 12-де 1 сутка болады деді. Сол үшін доплатить етіп, 3 мың теңге доплатить етіп, 6-ға дейін өңделе жата беретіндей. Ал сенбі, жексенбі күні мүлдем қымбат болады екен. Кемі 20 мың теңге. Гостиницаның двухместный комната. Көбінесе жер үйлер бар, домиктер деп айтады екен. Сол домиктердің бағалары 25 мың теңгеден. 4-5 адамға 4-5 адам жалдап тұруға болады. Сондай орын бар да, 4-5 адамдық. Осы Боровой деген керемет Астананың жанындағы демалатын орын. Мына жақтың бәрі орман бар, таулар, негізі алыстан кішкентай болып тұр. Бұны мына жақпен айналып барады. Айналып барған кезде сол жаққа жақын жерде. Сол жақта жұмбақ тас бар. Уже кеш батты. Сол комнатамызға бару керекпіз.